Жамбыл облысы прокуратурасының мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс аясында 2022 жылы қараша айының 7 мен 14 аралығында Жамбыл, Талас, Тараз, Меркі, Шу, Қордай аудандарындағы колледж студенттер арасында, жастар арасында дін мәселелері бойынша ақпараттық түсіндіру жұмыстары тақырыбында кездесу семинарлар өтті. Шараға Жамбыл облысы прокуратурасының қызметкерлері, республикалық ақпараттық түсіндіру тобының мүшесі және облыстық теолог мамандар жұмылдырылды. Кездесу барысында діни дәлелді экстремизм мен терроризмге қарсы іс-қимыл бойынша алдын алу жұмыстарының әдістері мен тәсілдері және бос уақыт процесінде жастардың әлеуетін іске асыру талқыланды. Осылайша айтылған практикалық мысалдар мен сот үкімдері бойынша деструктивті діни ағымдардың кері әсері атап өтілді. Сондай-ақ еліміздің заңнамасына сәйкес жауапкершілік түсіндірілді. Іс-шара пікірталас сипатында өтіп, студенттермен қойылған сұрақтарға толығымен жауап берілді. Сонымен бірге теолог мамандар жастарға діни шиеленіс қоғам үшін қауіп төндіретін, азаматтардың денсаулығына, психикалық және әлеуметтік жағдайына нұқсан келтіретін, мемлекеттің зайырлы қағидаттарына және дәстүрлі рухани құндылықтарға қарсы қоятын, Қазақстан үшін жат идеологияны таратушы деструктивті діни ағымдарға қарсы иммунитет қалыптастыру бағытында ақпараттық түсіндіру жұмыстарын жүргізді.